18 елді мекенді жаға бекіту жұмыстары ұйымдастырылуда. Оның ішінде 17 елді мекен Жайық өзенінің бойында орналасқан. Жалпы осы елді мекендердің барлығының бұрынғы бөгеттерінің ұзындығы 80 км болатын болса, олардан басқа жаңадан 25 км, сонда барлығы 105 км қазір судан қорғану бөгеттері нығайтылып жаңадан салынуда. Оларға жалпы осыған дейін Талдыкөл елді мекенінде 30 миллион теңгеге мемлекет сатып алумен жарияланды. Оны 27 миллион ұтып алып бір мердігер жасауда. Махамбет ауданында 34 миллион теңге смет жасалып жұмыс аяқталды. Қалған бөгеттердің барлығы да халықтың және осы біріккен әкімшіліктің күшімен жасалуда. Себебі оларға смета жасалған жоқ. Су көтерілуіне байланысты тез жағдайда шұғыл шара алу қажет болғаннан кейін осы жұмыстар қазіргі уақытта жүзеге асырылды. Жалпы Махамбет ауданы бойынша бөгеттер аяқтала келді. Тек Махамбет ауылының ғана басында қосымша бекіту жұмыстары жүргізілуде. Бұған аудан бойынша 157 техника, көмекке 656 сарбаз, 189 төтенше жағдайлар министрлігінен мамандар келді. Қосымша жергілікті адамдардың күшіменен осы жұмыстар атқарылуда. Яғни 105 километр дамбы соғылып дайындалды. Олардың биіктігін бекіту және әлсіз жерлерді жағаны бекіту жұмыстары қосымша жүргізілуде. Мемлекеттік сатып алуға Талдыкөлден басқа жарияланған жоқ. Оның бәрі төтенше жағдай арқылы алғаны осы мына қосымша бір жағы демеушілігі бар, бір жағы бюджет қаржысымен жүргізілуде. Ол дизель отынының шығынына, яғни жаңағы жұмыс жасап атқан 150-200 техниканың солярка жасауына кетіп жатыр. Жаңағы келіп атқан 656 солдаттың тамағына кетіп жатыр 3 мезгіл. Одан басқа мынау миллионнан астам қап салынды. Осы сол қаптарды сатып алуға, осы қаптарды бекітуге кетіп жатыр. Ешқандай нәрсе негізсіз кетіп жатқан жоқ. Оның барлығы да тиісті осы кәсіпкерлерменен, яғни манағы техникаларды арендаға жалдау бойынша жүргізіліп жатыр. Одан басқа демеуші облыстан бөлінген техникалар бар. Өзіміздің ауданның техникасы бар. Қалғаны негізінен мынау техникалар жекеменшік болғаннан кейін осы жекеменшіктердің техникасын жалдап алу арқылы жұмыс бітіп жатыр. Себебі біз оны жалдап алмасақ, бұл бекіту жұмыстар 18 ауылда да атқарылмайды. Судың келу қауіптілігін біз оны білмейміз. Жалпы оған дайындық жұмыстары толық негізде жүргізілуде.